Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып шығатын, ерекше әдіспен дайындалатын пончики дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық қажет заттарды описание бөліміне жазып қоямын. Ең алдымен пеште ысытып алған сүтіміздің үстіне 1,5 шай қасықтай ашытқыны салып, одан соң жарты ғана қантымызды саламыз. Жартысын ғана салып, жартысын ашығаннан кейін барып салатын боламыз. Осылай жақсылап араластырып алып, бетін жауып қоямыз. Шамамен 10 минуттан кейін алып, бетін ашамыз. Осындай бетінде көпіршіктер болады. Енді осы сүттің үстіне қалдырып қойған жарты қантымызды салып, жақсылап араластырып жібереміз. Оның үстіне міндетті түрде ерітілген сары майымызды құйып, одан соң 2 дана жұмыртқамызды салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Біркелкі болғанша ерігенге дейін араластырып аламыз. Сүттің температурасы жылы болғаны дұрыс. Егер салқын болса, пешке жылытып аламыз. Оның үстіне тұз саламыз, шым тұз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Келесі міндетті түрде електен өткізілген ұнды саламыз үстіне. Одан соң саусағымыздың ұшымен ала отырып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Мінекей бізде осындай жұмсақ қамыр пайда болды. Енді осы қамырымыздың үстін кез келген затпен жауып қоямыз. Көтерілгенге дейін осылай үстінен кез келген орамалмен, плеттермен жауып қойса болады. Сонда біздің қамырымыз жақсы көтеріледі. Мен қамырды бір рет басып, мынау екінші басқандағы көтерілген кезі енді астындағы табадан бірден алып, формасына келтіріп жаятын боламын. Ең алдымен осылай астына кішкене ұн сеуіп жібереміз. Одан соң үстіне де егер жабысып жатса, осылай үстіне де кішкене ұннан салып, орташа размерде осылай жайып аламыз оқтаумен. Кез келген дөңгелекше пішінді заттарды алып, осылай дөңгелектеп әдемі пішінге келтіреміз. Формасы өздеріңіздің қалауларыңызша, кішкене қылсаңыздар да, үлкен қылсаңыздар да болады. Мінекей пончиктарды осылай әдемі етіп кесіп болдым. Қызып тұрған майымыздың үстінен пісіріп аламыз. Май тым қатты қызып кетпеуі де қажет. Егер май қатты қызып кететін болса, біздің пончиктарымыз шикі болып пісетін болады. Сол себепті майды қатты қыздырмау қажет. Табадан алған кезде пончикті қатты қысып алмау қажет, себебі ішіндегі ауасы басылып, біздің пончиктар кішіректеу болып қалады. Мінекей енді бетіне осындай шоколадтарды жағып шығамыз. Шоколадты менде нутелланы пайдаландым. 1-2 ас қасық нутелла салып, ішіне 1 шай қасық сары май салып, осылай пешке ысытып алып, пончиктардың бетіне жағып шықтым. Пончикидің шоколадтары қою қанық болсын десеңіздер, дүкендегі Қазақстан шоколады сары маймен ертіп алып, бетіне осылай жақсаңыздар, түсі өте әдемі болады. Менде болмағандықтан нутелланы пайдаландым. Мінекей қыздар, біздің осымен пончикалар дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.